Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өзіміздің ұлттық тағамымыз, яғни тәттіміз майсектің рецебін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркеліп, каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Дәл қазір бірге дәмін көретін боламыз. Өте керемет, жып-жұмсақ, дәмді. Ең алдымен біз тарымызды жақсылап тұрып жуып аламыз. Жуылатын суымыз міндетті түрде ыстықтау болғаны жақсы. Осылай лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң екінші ыдысымызға сүзгіштің көмегімен лас суымызды шығарып тастаймыз. Кемінде 4-5 мәрте қайталаңыздар, сонда тарымыз тазарады. Мен 7 рет істедім, суымыз осындай мөп-мөлдір болғанша. Содан соң қайнап тұрған ыстық сүтімізді құямыз, тарымен бірдей қылып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Сонда тары сүтті өзінің бойына жинап алады. Тарелкамен жауып қойыңыздар. Мінекей. Енді осы кезде өздеріңіздің қалауларыңыз қант қосамыз және де сары май қосамыз. Негізі тарыны кептіріп алуға да болады, бірақ біз жақсылап тұрып араластырып, сүтін мол қылып, сүт көже қылып іштік. Қалған бөлігін, жарты бөлігін холодильникке салып қойдым да, сонда сүт пен май тартылып бойына жиналады. Сол себепті екі түрмен дайындадым. Екінші түрін осындай кесеге толық қылып, нығыз қылып салып, кішкентай тарелкаге аударып алдым. Дәл осындай форма шығады, өзінің формасын жақсы ұстайды. Екі түрлі әдіспен жасасаңыздар болады. Сүтін мол қылып құйып, сүт көже қылып ішсеңіздер де өте дәмді, керемет тары көже шығады. Осымен біздің майсөгіміз дайын, жасап дайындап көріңіздер. Дәл қазір дәмін бірге көреміз. Өте керемет, жып-жұмсақ, дәмді. Өте дәмді, керемет рецептердің бірі. Сондықтан осы рецеппен жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Жаңа туған жас аналарға сүт көп болсын деп, осындай тары көже береді. Сондықтан екі жолмен дайындап көріңіздер. Сүт көже қылып дайындаңыздар және де осы түрмен де жасасаңыздар, екі жолмен де дәмді болады. Сондықтан дәл осы рецеппен жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмесеңіз, каналыма тіркеліп қойыңыз, каналымның дамуына үлес қосыңыз. Пікірге менен қандай рецептер күтесіздер, соны жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқып, дәл сол рецепті шығаруға тырысамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.